Ассалаумағалейкум достар, қалдарыңыз қалай? Достар, бүгінгі шығарылымда біз толығымен жол талғамайтын көліктерді ескісіне жаңасына қарай. Мен ойымша сіздерге бұл шығарылым өте ұнауы керек, сондықтан алдынан басынан бастап соңына дейін көріңіздер. Достарыңызбен бөлісіңіздер, ұнаса лайк басып кетіңіздер. Ал біз шығарылымызды бастаймыз. УАЗ Патриот деген көлікті іздеп жүргендер бар ма? Міне мынандай несімен бірге. Ішінде не бар екен? Ішінде ештеңе жоқ. Қара түсті. Биік көлік. Көліктің іші матадан жасалған, қатты ескірмеген, қол қоятын жері бар, үлкен. Қозғалыштың көлемі 2.7, 49 000 км жүрген, толық жетекті бензинмен жүреді. Механикада 2.7. Бағасы 4.890 000 теңге. Жақсы жағдайда екен көлік тұр. Осы жақындағы келген, үлгерсеңіздер, үлгердіңіздер. Мынау бізде крузак. Сотый крузак, бандитская машина. 100-дік крузак, ақ түстісі. Көліктің үстінде рейлингтары бар. Көліктің ішінде негізі былғардан жасалған, бетіне қапталған екен. Көлік 2004 жылға 4.2 дизельмен жүреді. Механикада 364 000 км жүрген, толық жетекті 5 490 000 теңге. Достар, осы көліктің өзінің ұнататын адамдары бар. Яғни, ұнататын адамдарға бұл жақсы келеді деп ойлаймын. Бұл вариант. Сосақ кіретінде ашылып кетті. Келесі бізде Nissan X-Trail. Сұр түсті. Титанда диск. Көліктің үстінде несі жоқ, люк жоқ. Көлік автоматта. 2014 жылы 45 000 км жүрген, толық жетекті 2.0 бензинмен жүреді. Бағасы 8 590 000 теңге. Үстінде рейлингтар бар. Ford Explorer 2008 жылға автоматта. Титанда диск, үлкен көлік. Кәдімгідей үлкен екен. Үстінде мынандай запасной баллонымен, үстінде жүк артқышымен, іші былғардан жасалған. Яғни кішкене ескірген, бірақ сонда да автоматта көлік. 2008 жылға қозғалыштың көлемі 4.0, 409 000 км жүрген, бензинмен жүреді, толық жетекті. Бағасы бар болған 4 390 000 теңге. Енді лобовойын кішкене тас деген жерлер бар екен. Мынау бізде Nissan Patrol, қателеспесем, Nismo кузовында. Титандай диск, үлкендігін қарасаңыздар, менің мына жерімнен келеді, примерно. Өте баллондар үлкен, 24 қателеспесем. Жоқ, 20 екен. Көліктің іші былғардан жасалған, қызыл түсті линиялар жіберілген, яғни сырты мен іші өтіне сай. Көлік 2011 жылғы, қозғалыштың көлемі бізде 6, бензинмен жүреді, толық жетек 98 000 км жүрген. Бағасы 9 990 000 теңге. Яғни 10 миллион теңге әкелесті, 10 000 теңге ап қайтасы, короче. Бірақ дерзкі көрінетін, дерзкі. Келесі бізде мынандай дерзкі көліктерден кейін Nissan Qashqai көрсеткен кішкене ыңғайсыздау болып қалды. Көліктің іші титанды дисктер орнатылған, көліктің іші матадан жасалған, қатты ескірмеген. Көлік 2013 жылы, қозғалыштың көлемі 1.6 автоматта, 105 000 км жүрген, алдыңғы жетекті бензинмен жүреді. Бағасы 6 290 000 теңге. Сұр түсті. Енді бұл қаншалықты, яғни ең удачный баға деп айтамайым бұл көлікке, бұл көлік үшін. Алдыңғы шығарылымда біз 5 500 000-ға көрсеткенбіз осындай Nissan Qashqai'ларды. Көрсеңіздер болады. Renault Duster, яғни бірінші поколение, бірінші буыны, бұйыртса екінші буынына автобустар шығатын болады. Титанды дисктерде орнатылған, яғни өте
сырты жақсы жағдайда сақтаған, көліктің іші былғарыдан жасалған. Жалпы жақсы жағдайда, көліктің іші де екі қозғалышының көлемі 55.000 км жүрген толық жетекті бензинмен жүреді. 2017 жылғы бағасы 6.990.000 теңге. Достар, егер салоннан алатын болсаңыздар, пустышканы 7 миллион салоннан аласыздар. Ал мына жерде толық комплектация, автоматта қозғалышының көлемі 2.0, өзінің стабилизациясы бар, 17 миллион қаласыздар. Міне, мынандай түсті, үстінде рейлингтері бар. Келесі бізде міне Nissan X-Trail, яғни жаңа буыны, яғни 2015 жылғысы, іші матадан жасалған, қатты ескірмеген көлік. Қозғалышының көлемі 2.0, 25.000 км жүрген толық жетекті бензинмен жүреді. Бағасы 9.980.000 теңге. Сұр түсті, үстінде бүлгі бар. Достар, қазір екі хайландырды көрсететін болам. Екі хайландыр, мынау біреуі, екіншісі ана жерде тұр. Қазір барамыз да осыны бірінші көріп аламыз, кейін екіншісін ана жерден көреміз. Nissan Highlander сырты алтын түстес, яғни золотисты дейміз, осындай титанды дисктері орнатылған, көліктің үстінде рейлингтер орнатылған, іші матадан жасалған, қатты ескірмеген, бірақ кірлеп қалған көрініп тұрады. Енді оның детейлинг қой, мелочь қой, оның барлығы. Көліктің іші енді өзінің жылына сай. Көлік 2002 жылғы 207.000 км жүрген екен, алдыңғы жетекті бензинмен жүреді. Қозғалышының көлемі 3.0, автоматта, бағасы 5.890.000. Екінші Highlander-дың бағасын көрейік. Екінші Highlander-дың бағасы 400.000 арзан, 400.000 арзан. Мынандай алдындағы қосымша жарықтар қойылған, бетіне, көкіне жабыстырылған титанды диск, зимний, қыстық тағаланған баллондар. Көліктің іші былғарыдан жасалған, көлік автоматта. Қозғалышының көлемі 3.0, автомат, 259.000 км жүрген. 2002 жылғы бұл да, алдыңғысы да. Бұл толық жетекті. Үстінде мынандай рейлингтары бар, жүк артқыштары. 5.490.000. Қайсысын алатын едіңіздер? Міне, мынау 5.490.000, мынаусы 5.890.000. Мынау толық жетекті, мынау алдыңғы жетекті. Қозғалысының көлемі 3.0, 3.0 екеуінкіде 2002 жылғы екеуді. Іші былғардан, мынау іші матадан жасалған. Ал біз келесі көлікке өттік. Келесі бізде Mitsubishi ASX ақ түсті көлік. Өте жақсы жағдайда. Көлік титанды дискте орнатылған, сезонка, баллон. Сезонка немесе летний мынау. Кішкене. Көліктің іші матадан жасалған, кішкене ескірген. Жылына сай 2013 жылғы екен, 111.000 км жүрген, алдыңғы жетекті. Қозғалысының көлемі 2.0, бензинмен жүреді. Бағасы бұл көліктің 5.990.000. Мынандай. Мына Toyota Camry'ді көрсетейін, бірақ бұл көліктің бағасы менің ойымша өте жоғары. Бірақ жағдайы соған сай сияқты. Көлік қызыл түсті, яғни қыздарға идеальны кетеді. Әйеліңізге немесе қызыңызға алып беретін болсаңыздар, мамаңызға алып беретін болсаңыздар, өте әдемі. Титанды дисктер жақсы жағдайда. Мындай поворотниктері. Көліктің ішіне назар аударайық. Көліктің іші былғарыдан жасалған. Өте жақсы жағдайда. Жүргізуші жағы, жолаушы жағы, жүргізуші жағы кішкене басылған. Тек қана басылған жерлерінде ғана мындай тыртықтар пайда болған. Бұлай жыртылмаған, бірақ кішкене іздері қалып кеткен. Басылғанда себебі. Қозғалысының көлемі 2.4, 117.000 км жүрген, толық жетекті бензин. Бағасы 8.190.000. Яғни үстінде люгі бар, яғни полный фарш қой мынау. Кеттік келесі көлікке. Келесі бізде қызыл түсті Toyota Venza. Toyota Venza. Бұл көлік бізде Toyota'ның болғандықтан качествосымен өзінің, енді Toyota қандай екен білесіздер, өте шыдамды болып келеді. Титанды дискте 2.7 қозғалышының көлемі. Іші
капталған, қателеспесем ақ түсті былғардан жасалған көліктің ішіндегі салоны. Былғар емес, неден жасалған? Матадан жасалған. Көлік 2009 жылға 142 мың километр жүрген, толық жетекті бензинмен жүреді. Бағасы 7 миллион 990 мың теңге. Мынандай көлікке 7 миллион 990 мыңға мынаны алатын бедіңіз, немесе 8 миллион 400 мыңға RAV4 алатын бедіңіз ана жерде тұрған. Менің ойымша мынау жақсырақ выбор болатын сияқты. Енді әркімнің выборы әртүрлі ғой. Көзін көріңіздер өздеріңіз. Келесі бізде Nissan Juke. Яғни қыздарға айдағанға, балдарды айдай береді, бірақ қыздарға айдағанға менің ойымша идеальный көлік. Артқы есіктері былайынан ашылады. Көліктің іші матадан жасалған, қатты енді өзінің жылына сай, қатты ескірген деп айта алмаймын. 2013 жылға автоматта 97 мың километр жүрген алдыңғы жетекті бензин 5 миллион 690 мың теңге сұрап тұр екен. Қателеспесем, осы 6 миллион, 6,5 миллионның айналасында Nissan Juke Nismo, яғни Nismo шанағындағы Nissan Juke'тарды көрсеткен болатын алдыңғы шығарылымдарда. Мына жерде сілтемесін тастап кетем, кіріп көріңіздер, яғни Nismo қандай болады. Toyota RAV4 қара түсті, жаңа шанақтағы, бұдан жоқ, жаңа емес, бұдан кейінгі да шанақ шыққан. Предпоследний, соңғыдан алдыңғы шанағы, титандай дисктер қара түсті. Көліктің іші матадан жасалған, қатты ескірмеген, көлік жаңа болып тұр, көз көрініп тұр. Гарантиясымен 2016 жылға, яғни гарантия дегеніміз ол мынау ғой. Мен айтып отқан 12 айға дейін гарантия, кредит алуға болатын 0% рассрочка, 30% бірінші взнос жасайсызда 12 айға, қалған 70%-ін құйсаңыз болады бұл көлікке. 2016 жылға 64 мың километр жүрген, толық жетекті бензинмен жүреді. 12 миллион 390 мың теңге сұрап тұр. Автоматты. Мына көлікті алдыңғы шағымда көрсеткем. Land Rover Discovery қателеспесем. Титанды диск, тағаланған баллондар. Мына шығатын, яғни подставкасымен, яғни көп жүктарда бұндай жоқ. Мысалы, мына жақта бар екен бірақ. Биік, көлік өте биік. Көліктің ішіне басыңды ұрып аламын деген ондай қауіп, қатер жоқ қатты. Іші матадан емес, іші былғардан жасалған. Әр адамға бөлек-бөлек, алдындағы екі жолаушыға да бөлек-бөлек қол тіреуіш. Көлік 2010 жылға Land Rover Discovery, қозғалтқыш көлемі 3.0, автомат, 199.400 км жүрген, толық жетекті дизельмен жүреді. Бағасы 8 миллион 990 мың теңге. Land Rover'лардың бір несі, кішкене алдындағы лобовой былайынан тіке тұрады да, геликтер де бар ғой, сондай сияқты. Келесі бізде Nissan X-Trail 2012 жылға ақ түсті, тазалап болған, таза. Ешқандай сыртынан ешқандай дефект көріп тұрған жоқ. Іші матадан жасалған, іші велюрдан жасалған, жақсы жағдайда. Қозғалтқыш көлемі 2.0, 142 мың километр жүрген, толық жетекті бензинмен жүреді. Бағасы 7 миллион 590. Мұнан да мен алдыңғы шағымда көрсекем. 7 миллион 850 мыңға. Баллондарын көріп тұрсыз ба? Баллондар дерск тұр екен. Дерск көріп тұр ғой. Келесі бізде Lexus. Бұл көліктердің бағасын тастағанын осы уақытқа дейін көрмедім, қараңыздар. Қайырып кеткен. Негізі осылай тұру керек қой. Адамдар өткен, ара өткен, бері өткен, қайырып кеткен. Іші былғардан жасалған, жақсы жағдайда көліктің іші. Қозғалтқыш көлемі 3.5, RX 350, 67 мың километр жүрген, толық жетекті бензинмен жүреді. Бағасы көліктің 16 миллион 430 мың теңге. Nissan Qashqai тағаланған баллондарда
титанда диска, іші матадан жасалған. Көлік 2012 жылғы 1.6 қозғалыс көлемі, автомат, 120 мың км жүрген, алдыңғы жетекті бензинмен жүреді, бағасы 5 миллион 430 мың. 5 миллион 430 мың теңге. Көк түсті. Ешқандай қатты бір көрініп тұрған, дефект көрініп тұрған жоқ. Lexus NX 200. Мына жерде бізде титанды диска, қысқа баллондар тағаланған, бірақ тағаларға түсіп қапты да, сонымен қысқа қапты үшін. Іші былғардан жасалған, жалпы жақсы жағдайда іші. 2015 жылға NX 200 автоматта 97 мың км жүрген, алдыңғы жетекті бензинмен жүреді, 13 миллион 990 мың теңге. Қызыл түсті. Мынау бізде Kia Sorento өте әдемі жасалған, мынандай 4x4 титанды диска, артқа тонировка жасалған, қап-қара бункер. Іші былғардан жасалған, өте жақсы жағдайда іші. 2018 жылғы қозғалыс көлемі 2.0 автомат, 47 мың км жүрген, алдыңғы жетекті дизельмен жүреді. Бағасы 11 миллион 990 мың. Дизель болған екен, кішкене ауылды жерлерде айдау кішкене қиындау болып қалады, себебі ауылды жерлерде дизель сататындар аз ғой. Қара түсті, қап-қара, черный. Артында не жасапты? Келесі бізде Mitsubishi, қалай дұрыс болады? Mitsubishi ма, Mitsubishi ма? Мен точно білмеймін, примерно айтып жатқаным ғой. Қалай дұрыс екенін айтсаңыздар, астына жазып кетіңіздер. Mitsubishi Pajero, Mitsubishi давайте. Титанды диска, шығатын жері бар. Енді джиптар болған екен, мына шығатын жерлі негізі айтпау мен міндетім. Көліктің іші матадан жасалған. Көлік автоматта. Қозғалыс көлемі 3.0, бензинмен жүреді. 186 мың км жүрген, толық жетекті, 2012 жылға. Бағасы 9 миллион 990 мың теңге. Мына золотисті алтын түсті. Келесі көлік бізде Kia Sorento. Kia Sorento'ның жаңасын көрсеттік. Енді ескісі мынау. Титанды диска. Мынандай жерлері бар. Үстінде рейлингтар орнатылған, жүгіртқыш дайындалған. Көліктің іші былғардан жасалған, яғни қатты ескірген деп айта алмаймын, жақсы жағдайда. 102 мың км жүрген екен. Қозғалыс көлемі 3.5 автомат, бензинмен жүреді, толық жетекті, бағасы 9 миллион 490 мың теңге. 2013 жылғы. Дизель болса да мен жаңасын алуға тырысатын едім. Toyota Highlander. Титанды диска. Баллондар зимний, жаңа. Көлік 2001 жылға 217 мың км жүрген, толық жетекті, қозғалыс көлемі 3.0, бензинмен жүреді, толық жетекті, бағасы 5 миллион 890 мың. Яғни осы мен көрсеткен шығарылымда Хайландерлердің арасындағы ең қымбаты, бірақ ішіне қарайтын болсаң ең шаршап қалғанда. Ол кішкене басып беретін жерлер көріп тұрсыздар ма? Volkswagen Touareg деп айтты, Touareg деп айтты. Қысқа баллондар, титанды диск. Көліктің іші қапталған, жақсы жағдайда. Көлік 2007 жылға, қозғалыс көлемі 3.0, дизельмен жүреді, 150 мың км жүрген. Толық жетекті, бағасы 4 миллион 990 мың теңге. Достар, осындай көлік айдаған болсаңыздар, айдаған адамдарды білетін болсаңыздар, кішкене отзыв жазып кетсеңіздер, яғни қандай көлік, моторы қандай бұл көліктің, қаншалықты көп шығын қажет етеді, мысалы бұзыла бере ма, сондай нәрселер жазып кетсеңіздер екен, басқаларға да пайдамыз тиіп қалады. Toyota Highlander'дың предпоследние, қателеспесем, титанды диска, тағаланған баллондар, тағаларын бәрі түсіп қалған. Іші былғардан жасалған, ақ түсті, жолаушы жүргізуші жағы қатты ескірген көліктің. 3.5 қозғалыс көлемі 2010 жылғы 195 мың км жүрген, бензинмен жүреді, толық жетекті, бағасы 10 миллион 990 мың теңге.
мындай кішкене бордовый цвет екен. Hyundai Santa Fe. Hyundai Santa Fe. Бұл көліктің 2/4 қозғалғыштың көлемі кішкене нашарлау, 3/3 қозғалғыштың көлемі жақсы деп айтады. Бұл бізде 2/4 2016 жылғы екен. Автоматта 2/4 қозғалтқышы. Алдыңғы жетекті бензинмен жүреді, 98 мың км жүрген, бағасы 9.990 мың теңге. Жаңа айтқандай 10 мың теңге әкеп, 10 миллион теңге әкеп, 10 мың теңге алып қайтасы болды. Шынымен машина алатын болсаң. Титандай дисктер. Toyota 150, Toyota Land Cruiser Prado 150. Титандай диска. Кішкене баллондар ескірген, бірақ әлі жүреді. Көліктің ішіне назар аударайық. Көліктің іші былғардан, сұр түсті былғардан жасалған, яғни ескі былғарлар бар ғой, солардан жасалған. Жалпы жақсы жағдайда, қатты ескірген деп те айта алмаймын. 2013 жылғы, яғни рестайлға дейінгі шығарылған көлік 2/7 қозғалғыштың көлемі, бензинмен жүреді, 106 мың км жүрген, толық жетекті, бағасы 14.290 мың. Үстінде рейлингтары бар. Subaru Forester. Subaru Forester алдыңғы шығарылымда көрсеткен 5.990 мыңға. Несі ашық тұр ма? Капоты ашық тұр, капоты. Мынанда көрсеткен. Мынау көлікті көрейік. Toyota Land Cruiser 200. Қара түсті. Титандай диск. Көліктің іші велюрдан жасалған. 200-дің. 2016 жылы қозғалғыштың көлемі 4/6, бензинмен жүреді, 88 мың км жүрген, толық жетекті. 4/6, 24.760 мың теңгеге тұрады. Үстіне рейлингтері бар. Тағы да бір Land Rover Discovery. Сұр түсті, титандай диска. Бұл көліктің іші матадан жасалған. Көлік 2012 жылға 78 мың км жүрген, толық жетекті. Қозғалтқыштың көлемі 5/0, бензинмен жүреді. Бағасы 17.120 мың теңге. Достар, осымен шығарылымыз тәмамына жетті. Егер ұнаса, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар достар, өтініш сіздерден WhatsApp желісінде достарыңызбен, туысқандарыңызбен, таныстарыңызбен бөлісіп кетсеңіздер. Олар үшін де, біз үшін де үлкен пайда болады. Баршаңызға рахмет.